Салем достар, бүгін бізде котлет, етсіз, овощной котлет, яғни картошка, сәбіз, бір жұмыртқа, укроп, бір чеснок керек. Бәрі теркадан өткізіп аламыз. Он қосамыз кішкене, тұзын, бұрышын, приправаларын қосып араластырамыз. Қыздырған табамызға саламыз, чұқалап, котлет формасын жасаймыз. Майға қыздырып пісіреміз. Аударып екі жағын пісірген соң, оттың астын ақырын басып, бетін жауып қойсаңыздар, жақсы піседі іші. Міне осындай котлет болады. Тез дәмді түскі асқа жасап берсеңіздер болады. Балалар да өте жақсы көреді. Оңай, үйде не бар, сонымен жасауға болады. Астарыңыз дәмді болсын.